Егер зейнетке шығатын болсаңыз, айына қанша зейнетақы алатыныңызды қалай білуге болады? Ең оңай жолын мен қазір көрсетемін. Бірінші осы видеоның астындағы арнайы калькуляторға өтеміз, сілтеме осы видеоның астында тұр. Осы жерге өтемізде біздің туған жылымызды мына жерге жазамыз. Мысалға 1957 жыл немесе 60 деп алайық. Сумма пенсионных накоплений деп тұр. Сізде қазір қанша накопление бар? Оны осы сайттан білсеңіз болады, немесе арнайы сондай осының қосымшасы бар, содан да көруге болады. Ол сумма егер шығатын болсаңыз пенсияға примерно бір 5 миллион деп алайық. 5 миллион теңге және минимальный размер пенсии на год расчета деп тұр. Біз осы 2023-ті таңдайық. Қалғандар қатты маңызды емес, және осы калькулятордың кнопкасын басамыз. Сол кезде бізге қанша ай сайын зейнетақы төленетіні мына жерде міне шығады. Сосын мына жерде арнайы пункт бар. Бұл егер сіз инвалид болатын болсаңыз, қандай да бір группада осыны басасыз, нешінші группа соны таңдасаңыз болады. Ондай жағдайда кішкене көбірек болады және өзгереді. Мына жердегі суммаға байланысты мына суммада байқап отырғаныңыздай өзгеріп отырады. Минимальный бір сумма бар, соған осы бойынша үстіне қосылады. Бірақ бұл даже 5 миллионның болғанның өзінде қатты үлкен болмауы мүмкін. Мысалға 15 деп алатын болсақ, онда бұл 85 мың болады. Кейбір адамдар енді ұзақ стаж болуы мүмкін, оларда осындай 25 миллион жиналған болатын болса, онда міне осындай сумма ай сайын алып отырады. Калькуляторға сілтеме осы видеоның астында.